күн 17 мен 18 қаңтар аралығында республика бойынша соның ішінде Түркістан облысында да жолда қабылдау акциясы өткізіліп жатыр. Жолда қабылдау акциясының ерекшеліктері мынау бізде Еуразиялық одақта келген көліктерді тіркеуге байланысты жүргізу басқару бойынша осындай осы мәселеге байланысты жүргізіп жатыр. Бізді білесіздер, республика бойынша көп азаматтар осындай көліктерді алып келіп қазір пайдаланып жүр. Біз осы көлік құрал иелерінің барлықтарына осы көліктерді тіркеу және басқару бойынша түсініктер беріп жатырмыз. Бізде 2014 жылғы 23 сәуірде қабылданған жол жүрістері заңы бар. Бұл заңның 64, 65, 66 баптарында осы көлік құралдарын, шетел көлік құралдарын басқару жаңағы алып келуге байланысты заңдар бар. Осыған сәйкес біз келген біздің Қазақстан Республикасы азаматтары шетелден келген автокөліктерді 10 күн ішінде тіркеу керек. Тіркеген жағдайда бізде осы әкімшілік кодекстің 590 бабы 2 бөлімінде осы әкімшілік жауапкершілік көзделген. Біз қазірше бұл азаматтарға мына бүгіннен бастап фронт офиске көп азаматтар келіп жатыр. Негізінен сол Ресей көліктері, Ресей Федерациясы келген көліктер бойынша болып жатыр. Ресей Федерациясының басқа келген көліктер болсын, мынау бұнда тіркеу керек, тіркемен жағдайда олар шығару керек. Мынау тіркеуге байланысты бізде мемлекетімізде Евро 4, Евро 5 деген бізде негізгі стандарттар бар. Соған сәйкес келу керек.